Омархан қызы Гүлжан, Алатау ауданының Зерделі ықшам ауданының тұрғынымын. Өзіңізге белгілі, осыдан 2 ай бұрын 9 қабаттық үй қисайып қалды. Осы аудандағы бірінші үй емес бұл қисайған. Бізді эвакуация жасап шығарып тастады. Енді түзетіп береміз, қайтаран кіріп тұра беріңдер деп жатыр. Біз сонда өмірі қорқынышта өмір сүру керекпіз бе? Біз қазір сұрағымыз қалай шешіледі? Көптеген шаралар атқарылды. Институттар шақырылды, басқа мамандар бәрі неден болғанын қарады, есебін шығарды, қалай орнына келтіруін шығарды. Қазір сол орнына қайтадан келтіру жұмыстары жүріп жатыр. Оны өздеріңіз жақсы білесіздер. Апрель-май айларында жұмыс негізінен бітеді. Әртүрлі ұсыныстар бар. Біз қазір соны талқылап жатырмыз. Жақын уақытта сол өздеріңізді жинап шешімін айтатын боламыз.